Ертеде бір кісі көршісінің ұры екені жайлы жалған сөз таратып жүреді. Ел ішіне жалған ақпарат кеңінен таралып кеткендіктен тәртіп сақшылары ол азаматты тұтқындап тергеуге ала бастайды. Бірақ нақты дәлел болмағандықтан біраз күндерден соң босатылады. Жігіт жала жапқан кісінің үстінен сотқа шағым түсіреді. Сотта ол кісі бұл сөзді жай әншейін айта салған ем, мен негізі еш жамандық ойлаған жоқпын деп ақтала бастайды. Сонда қазы, мен үкім шығарар бұрын сіз бір қағазға бұл жас жігіт жайлы не ойлайтыныңызды жазып, сосын ұсақтап жыртып үйіңізге қайтарда көліктің терезесінен лақтырып жіберіңіз. Сот ісін ертең жалғастырамыз деп үйіне қайтарады. Келесі күні әлгі кісіден қазы енді барып, кешегі шашып жіберген қағаздың бөлшектерін жинап, түгендеп алып келуін айтады. Оған ол кісі таң қалып, оны қалай жинамақпын? Ол қағаз бөлшектерін баяғыдағы жел ұшырып әкетті ғой, оны қайдан табамын деп абдырап қалады. Сонда қазы оған, сіздің 30 тістен шыққан сөзіңіз де сол секілді. Айтылған бойда ел ішіне тарап кетеді. Оны қайтара алмайсыз. Ал ол сөз болған адамның өміріне, абыройына зиянын тигізіп жатады, дейді. Егер бір адам жайлы жақсы сөз айта алмасаңыз, онда мүлде ештеңе айтпай-ақ қойғаныңыз жөн. Өйткені айтылған сөз атылған оқ. Адам сөйлемей тұрып өз сөзінің қожайыны болса, сөйлеген соң сөзінің тұтқынына айналады. Өтірікші ақсақтан бұрын қолға түседі, ал ғайбат айтушы ұрыдан да жаман. Ол адамның ар-намысына, сеніміне қол сұғады, ал оны қайта қалпына келтіру өте қиын.